Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында қасиетті Құранда аталған 6 түрлі жемістің адам ағзасына тигізер мол пайдасы мен көптеген сырқаттардың шипасы болатындығы туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Қасиетті жемістің бірі құрма. Құрманың құрамдас бөлігін 15-ге жуық тұз және минералды заттар, мыс, темір, магний, мырыш, марганец, фосфор, натрий, алюминий, кадмий, кобальт, күкірт, бор құрайды. Жемістің құрамында алмада, бананда, апельсинде жоқ 23 амин қышқылдары бар. Құрамында А дәрумені, В1, В2, В3, В6 дәрумендері бар. Жүктілік кезеңінде әйел ағзасындағы фолий қышқылы дәруменіне деген сұраныс 2 есеге дейін артады. Сонымен қатар, фолий қышқылы жасушалардың бөлінуі мен генетикалық құрылымының қалыптасу процесі кезінде маңызды рөл атқарады. Міне сондықтан да құрсақтағы баланың дамуы барысында ананың ағзасы бұл дәруменге жиі мұқтаждықты сезінеді. Ал құрма дәл осы фолий қышқылының көзі болып табылады. Ғылыми тәжірибелер жүктіліктің соңғы айларында құрманың жатыр бұлшықеттерін күшейтетін ынталандырушы қасиетке ие екенін дәлелдеген. Құрманың құрамындағы кездесетін химиялық зат окситоцин. Медицинада жүкті әйелдің босануын жеңілдетуші препарат ретінде қолданылады. Окситоцин дұрысында ми гипофизасының артқы бөлігінен бөлінетін толғақты бастаушы жатыр мен жамбас бұлшықеттерінің жиырылуын шақыратын гормон. Ана ағзасындағы босанар алды барлық дайындық осы гормонның ықпалымен жүзеге асады. Босану барысының сәтті өтуі үшін жатыр бұлшықеттерінің дұрыс жиырылуы өте маңызды. Окситоцин жатыр бұлшықеттерінің жылдам жиырылуына әсер етеді. Босану процесі аяқталған соң окситоцин ағзадағы өз жұмысын жалғастырады. Яғни дүниеге жаңа келген сәби үшін ең маңызды саналатын ана сүтінің сүт бездерінен бөлінуін қамтамасыз етіп, механизм іспетті қызмет атқарады. Құрманың медицина саласы үшін ашылған бұл үлкен жаңалығына қол жеткізу тек ғылым мен техниканың соңғы жетістіктері арқылы ғана мүмкін болған. Ал бұл осыдан 14 ғасыр бұрын Құранда Мәриям анамызға қатысты аяттарда баян етілген. Сондай-ақ құрма қатерлі ісік, рак ауруларына қарсы заттарға бай, адамның жүйке жүйесіне игі әсер беріп тыныштандырады. Бауыр, ішек құрт, инвазия ауруларына, терінің құрғауы, еріннің тілінуі, шаштың түсуі, тырнақтың сынғыштығы секілді жағдайларда өте пайдалы. Ол сүйек пен тістің саулығына қажетті фосфорға бай. Құрамында А витаминінің көп болуы жүйке жүйесінің қалқанша безі мен өкпе қызметінің жақсаруына үлес қосып күш-қуатты көтереді және терінің жаңарып отыруын қамтамасыз етеді. Құрма қан құрамындағы холестериннің деңгейін төмендетеді. Ішек қызметін қалыпқа келтіреді. Көз ылғалдылығының сақталуына көмектесіп, түнде көргіштігін жақсартады. Зәйтүннің құрамындағы пайдалы витаминдер тотығу арқылы адам ағзасына қауіп төндіретін еркін радикалдармен күреседі. Сондай-ақ сүйек пен бұлшықет тіндерін қатайтып, асқазан, ішек жұмысын жақсартады. Басқа майларға қарағанда зәйтүн майында көп кездесетін линолей қышқылы денедегі холестеринді азайтып, жаралардың тез жазылуын қамтамасыз етіп, көздің өткірлігін күшейтеді. Өз кезегінде фенолдар иммунитетті көтеріп, кәрілікті баяулатады. Зәйтүнді пайдалы ететін оның моно қанықпаған майлары. Оны тағамды қуыруға да, табиғи күйінде де қорықпастан пайдалануға болады. Сіздің ағзаңыз өзіне керектіні алып, артығын қабылдамайды. Зәйтүннің тағы да бір тамаша қасиеті қатерлі ісік ауруына душар болу қаупін сейілтетіндігінде, және мұның бәрі де ғылыми түрде дәлелденген. Дәрігерлер зәйтүн майын тамақпен бірге күніне кем дегенде 1 рет қолдану әйелдердің омырау безі обырының алдын алып, онкологиялық аурулармен күресетінін айтады. Зәйтүн майы басқа майларға қарағанда оңай сіңіріледі. Сондықтан кез келген қан тобындағы адам
пайдалана алады. Диабет ауруын емдеудегі зәйтүн майының ерекшелігін айтпай кетуге болмайды. Соңғы зерттеулер бұл майдың диабетті қадағалап тұра алатындығын көрсетті. Сондай-ақ күн сайын аш қарынға қабылданатын бір қасық зәйтүн майы иммунитетіңізді күшейтуге, артық салмақтан арылуға және асқарту мәселелерін шешуге көмектеседі. Зәйтүн майының пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, жақсы көріп күнделікті қолданатын майы болғандығын да айта кету керек. Хадистерде майды бет күтіміне, шаш, қас күтіміне пайдалану керектігі айтылады. Шашыңыз құрғақ болса, ал бас теріңіз қабықтанса, зәйтүн майын қолданып, шашқа арналған шипалы кондиционер дайындауға болады. Ол үшін жарты кесе ысытылған майды шашыңызға жағып, басыңызға жұқа орамал тағып, оның үстіне сүлгі орап, сол күйде 45 минут отыру қажет. Уақыт өткен соң шашыңызды сусабынмен жақсылап жуу керек. Бұл әдіс шашыңыздың әдемілігін қайтару үшін өте тиімді. Банан дәмді әрі жеңіл жеміс. Ағзада тез қорытылып қана қоймайды, денсаулыққа келер пайдасы зор. Бананның 100 граммында 376 мг калий бар. Бұл шамадан артық сұйықтықты ағзадан шығару үшін жеткілікті. 100 грамм бананда 2,3 грамм жасұнық болады. Ол қан құрамындағы холестериннің шамасын төмендетіп, жүректі аурулардан сақтайды. Ауыр жұмыс күннен кейін тынығып демалуға банан сусыны көмектеседі. Банан және басқа да сүйікті жемістеріңізді блендерде үгітіп, йогурт, бал, апельсин шырынын қосыңыз. Калий, А дәрумені, табиғи қанттар күтпеген сезімдердің бастамасы бола алады. Қаны аздар үшін банан таптырмайтын тағам. Оның жұмсақ затындағы темір мөлшері айтарлықтай көп болуы анемиясы бар адамдардың тағам рационына қосуға бірден бір себеп болып табылады. Банан құрамындағы көп калий қан тамырлардың жағдайын жақсартып, инфаркт пен инсульт пайда болу жиілігін азайтады. Гипертонияға ем болады. Бананда бар антиоксиданттар және амин қышқылдар ағзаны қолайсыз факторлардан қорғап, қорғаныштық қасиетін, яғни иммунитетті жоғарылатады. Банан бүйрекке оң әсер етеді. Пайдалы заттар, микроэлементтер бүйрек қызметіне көмектесіп, құм мен тастардан арылуға көмегін тигізеді. Банан жүрек айну немесе жүктілер токсикозы кезінде көмектесетін ғажап тағамдардың бірі. Банан қабығы жәндіктер шаққаннан кейін пайда болатын қышуға жақсы көмектеседі. Қабығын ішкі жағынан шаққан жерге біраз уақыт қойса, нәтижесі бірден байқалады. Інжір де өз тарапынан түрлі дәруменге бай. Атап айтсақ, құрамында С, В1, В2 дәрумендермен қатар каротин, кальций, калий, фосфор, қант, пектин заты бар. Інжірдің құрамындағы эфир майы қан құрамын жүйелендіріп, оның қоюланып кетуіне жол бермейді. Ыстықты қайтаратын дәрі ішудің қажеті жоқ. Оның орнына күніне бір інжір жеп тұрсаңыз болады. Інжір мен зәйтүн тағамдық және фармацевтикалық құндылықтарға ие болғандықтан адам денсаулығында ерекше рөл атқарады. Сондай-ақ інжір қақырық себебінен болатын құрғақтықты кетіріп, әсіресе тамақта толық шықпай қалған қақырықты түсіреді. Тамақ, кеуде, суық тию, тұмау ауруларына өте пайдалы. Жөтелі күшейген адам үшін таптырмас ем, зәрді көбейтеді. Тәбеті нашар болған кісі үшін аш қарынға жаңғақ дәнімен қосып жесе тәбеті ашылады. Әрі суық тиюге қарсы антисептик саналады. Геморрой, қан тамырлары ауруларына інжірдің пайдасы зор. Бүйректің тасын түсіріп, қуықты тазалайды. Улануға қарсы күресу қасиетіне ие. Кептірілген інжір де өте пайдалы. Мәселен, сүт немесе сумен қайнатып ішсе, қызылша, қышыма ауруларына, ыстық суықтан пайда болған қызаруларға пайдалы. Жүйке жүйесін тыныштандыру қасиетіне ие. Суға қайнатып ауыз қуысын шайса, ет-жиек жараларына, ауыз қуыс жараларына ем. Інжірдің жүкті немесе бала емізетін аналар үшін орасан зор пайдасы бар. Жүрекке, сүйектердің мықтылығына, ас қорыту жүйесіне көмектеседі. Қан мен ішекті тазартады.
Жүзімнің құрамындағы магний адам денесіне де мидың да тынығуына ерекше әсер етеді. Ол бауыр ауруларын, қан аздықты емдеуде көп қолданылады. Құрамындағы жеміс қышқылдары бүйрек пен ішек жүйесінің жұмысын реттеуде, қанның тазаруы мен майдың еруіне көмектеседі. Дененің вирустарға қарсы тұруын да күшейтеді. Сондай-ақ онкологиялық аурулардың алдын алады. Жүрекке жақсы әсер етеді. Тамырларды қатайтады. Қан ұюының алдын алады. Жүзімді қаны қою адамдарға ұсынған жөн. Өйткені ол аспирин секілді қанды таратып, жүрек жұмысын жеңілдетеді. Жүзім асқазан ішек жолдарының жұмысын реттейді. Қант диабетін емдеуде қолданылады. Астмасы бар адамдар үшін пайдалы. Адам терісін балғын әрі жас болуына ықпал етеді. Жүзім қартаю процесіне қарсы, яғни ағзаны жасартады. Жүзім шырынын ағзадағы шлактардан арылу үшін пайдаланады. Жүзімнің қабығында орналасқан пигменттер иммунитетті нығайтады. Сол себепті қою түсті жүзім пайдалырақ болып есептеледі. Қазіргі таңда жүзім косметология саласында бет терісіне арналған кремдер жасау үшін және целлюлитке қарсы өнімдер үшін қолданылып келеді. Анар құрамындағы С дәрумені ағзаны сыртқы орта әсерінен қорғайды. Ауыз қуысы, тері, тамақ, тіс, инфекциялық аурулардың алдын алады. Салқын күндері тұмау мен суық тиюден сақтайды. Анар адам ағзасындағы кез келген дерттен айығуға жол ашады. Қан құрамындағы гемоглобин мөлшерін арттырып, иммунитетті күшейтеді. Анар жидегі немесе оның шырыны әсіресе мектеп оқушылары мен сынақ тапсырғалы жатқан студенттерге аса пайдалы. Оның құрамындағы минералды заттар мен жеміс-жидек қанты ми жұмысын жақсартып, ойлау қабілетін арттырады. Гастрит, асқазан жарасы, тағы сол сияқты түрлі асқазан ауруларымен зардап шегетін жандардың анар шырынын қайнаған сумен араластырып пайдаланғаны жөн. Себебі шырын құрамындағы әртүрлі қышқылдар асқазан ауруларын асқындырып алуы мүмкін. Анар шырыны асқазан, бүйрек, бауыр, өт, диабет, анемия, қан-тамыр аурулары асқынған кезде көмекке келеді. Сондай-ақ анар шырынын физикалық, лазерлік, химиялық терапия мен радиациялық сәулелер қабылдағаннан кейін ішкен жөн. Себебі анар шырыны емнен кейін ағзада қалып қойған зиянды қалдықтардың көзін жояды. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.